Аурухана. Ауруларға ауқат таситын аңқылдақ апай арбасын салдырлата палатамыздың тұсына келді де есіктен басын сұққан күйі сендер ішесіңдер ме деді бізге қарап. Олай сұрау дұрыс енді. Өйткені көбі аурухананың асын емес, үйден алдырып ішеді ғой. Бүгінгі түскі асқа не бар апа? Дедік сонда да білгіміз келіп. Вермишель сорпасы. Күлкі қысты. Не дейсіз? Кешіріңізші апа. Расын айтсам, бұндай сорпаны бірінші рет сізден естіп тұрмын. Ол қандай сорпа сонда? Енді вермишельдің сұйық түрі. Ішінде түйір жоқ па? Иә. Әр қарай шыдам жетпей күліп жібердік. Второйға не бар? Перловка. Ішінде еті бар ма? Еті бар, то есть еті жоқ. Тағы да күлкі қысты. Апа, еті бар болды ма, жоқ болды ма? Әу, айналайындар. Мен тамақты анау нейрохирургия бөлімнен бері қарай тасып келе жатырмын. Бұның ішінде еті қалып қалмаған қайдан білейін? Ағынан жарылған апайдың бұл сөзіне көзімізден жас аққанша күлдік. Өсе де қосыла кетті. Апай қайтсын енді? Вермишель сорпасы демей, етіне құс сорпасы дейін десе, әлгінің ішінен қара таба алмайсың. Ал перловка етпен дейін десе, оған қосылған санаулы еттің кімге бұйыратынын тағы білмейді. Етті қаш, бір тоярсың. Ал күлкі сыйлап көңілімізді көтерген аңқылдақ апайдың мына тапқырлығын біраз айтып жүреміз. Сондай қарапайым, керемет кісі. Аман жүріңіз апай.